dostum. Men Yıldızlık balabaqsadamın. Көжектен тобындамын. Мен соттан ағылкемін. Мен 4 жастамын. Маған бүгін әйзе керек. Мен қуаныштымын. Мағаштың біріндей ай, келетін төріндей ай. Әйзе, мен келдім. Hoş geldin kızım. Ой, қылыншағым, келе қойшы маңдайыңнан естейін. Балабақшада күнің қалай өтті? Жақсы. Әже, сен Әйзе, сіз не істемейсің? Ой, құлыным, кесте тігіп жатырмыз. Кестеде не нәрсе? Кесте деген құлыным, ол бізге сонау атам қазақтан қалған қолөнердің бір түрі. Кестенің неше бір түрлері болады. Оюлап кестеленген, тышқан із, орайпек кестесі, майдалап тігу кесте дегендер болады. Міне балам, қарашы мынандайды. Жібек жіппен тігілген, майдалап тігілген кесте деп атаймыз. Кестені балам, әжелері, аналары қыздарына үйреткен екен. Қыздары сабырлы, табанды болсын деген ниетпен. Сол себептен балам, бұл кесте шыдамдылықты талап етеді, сабырлықты талап етеді. Biz Әже екеуміз саған әдемі жейдер сал кестелеп, әдемі жейдер сал киіп көрші. Анақай. Рахмет. Аллаға рахмет. Бақытты бол. Әже, Ал балам, Маған кесте тігуді. менде кесте тігу. үйретейін бе саған да кесте тігуді құлыным? Я. Анасы, біздің құлыншақта кесте тігуді үйренгісі кеп жүр. Үйретейік. Үйретіп көрейік ботам саған. Саған біз тышқан із деген кестені үйретейін деп отырмын. Сқаныз? Иә балам, ол да қазақтан қалған бізге қол өнердің бір түрі. Міне мына сабақталған жіпті бүйтіп өткіземіз. Мынаны ақырын, мына екі жіптің ортасынан өстіп өткіземіз. Көрдің бе? Мына жерден ақырын өткізіп аламыз. Мына екі жіптің ортасын ашып, сол жіптен иінеміздің көзін өткіземіз. Ал, балам, көре ғой сен де. Қане, ұстай ғой. Иінені ұстаймыз. Енді мына екі жіптің ортасын ашып, иінемізді өткіземіз осыдан. Иінені тарта ғой құлыным. Бәрекелді, міне қалай. Менің қызым кесте тігуге өнері зор. Тағы да өстіп өткізейге баладым. Мына екі жіптің ортасынан кестені от міне. Иінеңді тарта ғой балам. Міне балам, анасы қарашы, көмекшіміз өсіп келеді е. Ағелкем, бұл сенің ең алғашқы кестең. Анасы, біз бұны сақтап қояйық. Иә. Балақайдан. Мен әжемнен кесте тігу Сендерді үйлендегілін келе ма? Бізге қонаққа келіңдер. Сау болыңдар, кездескенше.